Мисуак ағашы бұл пайғамбарымыздың заманынан бері қарай қолданып келе жатқан тіс тазартқыш ағаш. Қазір осындай түрлері шыққан, паста түрінде осының қоспасымен. Бұл ағаштың 70 түрлі пайдасы бар деп айтады ғұламалар. Ауызды тазартады, тісті тазартады, тістің тастарын кетіреді, ауыздағы жағымсыз иісті кетіреді, ауыздағы микробтарды өзіне сорып алады. Және ең мықты пайдасы, адам өлім аузында жатқан кезде калиманы еске түсіруге себепкер болады. Ла илаха иллаллах Мұхаммадур Расулуллах калимасын еске түсіруге себепші болады осы ағаш. Және опиумның 70 түрлі зияны бар деп айтады ғалымдар. Соның біреуі, өлім аузында жатқан кезде жанындағы отырған адамдар иманмен қайтсын деп, ла илаха иллалла деп жанындағы адамдар қанша қайталаса да, ол адам иманның сөзін айта алмайтын еден қайтып кететін жағдайлар болады. Алла сақтасын. Енді бұл сиуак ағашын қалай қолданамыз? Міне сүннет бойынша осылай ұстаймыз. Мына кіші саусақпен бас бармақты ішке қаратамыз да, осылай үш саусақты сыртына қойып ұстаймыз. Мынау қай жерден тастаймыз, қанша жеріне дейін қолданамыз деген сұрақтар болады ғой, көп сұрақтар болады осындай. Енді осы сүннет бойынша ұсталуы. Енді бүйтіп ұстап келеміз да, бұл қысқарып, ең соңынан мынау кіші саусақ сыймай қалады ғой, бүйтіп кішірейіп, ұсталмай қалады. Міне сүннеттен шықты. Сүннеттен шыққаннан кейін осы кезде тастаймыз. Өйткені ауыздағы микробтарды түбіне жинайды. Сол кезде тастаймыз. Бұны қолданатын кезде дұғасы бар. Аллахумма тахир фами ва тахир бадани ваштуд аснани ва науир қалби ва харрим жасади алан-нар. Өте керемет дұғасы бар. Осы дұғаны жаттап алып оқып жүрейік. Мінекей, қолданатын кезде менің оң қолым, камерадан қарама-қарсы көрсетіп жатыр. Тістің оң жағынан, күрек тістен бастап, оң жағын 3 мәрте жуамыз. Келесі сол жағын жуамыз. Астын оң жағын 3 мәрте жуамыз, және сол жағын 3 мәрте жуамыз. Кейін тілді де жуып жібереміз. Тілде микробтар болады, тамақтан кейін кішкентай қалдықтар тілге жабысады, байқасаңыздар, соны да жуамыз. Сосын осылай, сүннеті осылай, мисуактың қолданудың. Мисуакты қолданып намаз оқысақ, әшейін намаздан 70 есе артық деп айтады ғұламалар.